Маска, карантин, ашық деген терминдерді ұмытып қалған жоқсыздар ма? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бүкіл елдің үкіметін маска тағу және тестілеуден өткізу шараларын қолға алуға шақырды. Сәлем қазақ елі, назарда экспресс жаңалықтар, бізде 1 минут кеттік. Шақырған ұйым басшысы Тедрос Аданом Гебрейесус, жүрсін Ерманның құдасы. COVID-19 деген бәленің жаңа толқынына байланысты осылай депті. Пандемияның беті әлі ары қарай қоймады. Шалдыққандар саны күн сайын өсіп келеді. Біз мықты қорғанып тойтарыс беруіміз керек деді. Ғылыми қауымдастықтар, саяси көшбасшылар және жалпы жұртшылық арасында COVID-19 қаупін қабылдауда айтарлықтай алшақтық бар. Бұл екі есе міндет жүктейді. Қауіп туралы хабарлау және денсаулық сақтау құралдарымен бетперде тағу, ара қашықтық сақтау, өкпені желдету сияқты шараларға деген қоғамның сенімін арттыру, деді Тедрос Аданом Гебрейесус. Ақпараттың